Сәлеметсіздер ме алла? Қалдарыңыз қалай? Ендеше ертегі әлеміне саяхатқа шығайық. Мен сіздерге қазір ең маңызды ертегілердің бірін оқып берем. Яғни біздің жыл 12 ай және 4 мезгіліміз жайлы. Ендеше мұқият тыңдаңыздар. Ертеде ешкі жүні бөртеде, ақ жайықтың жағасында, еліне елеулі, халқына қалаулы бір керемет ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған 4 қыз бар екен. Олардың ауыз десе аузы, күндей жарқыраған көзі, дүниенің сұлулығын өздеріне қарататын сондай әдемі, сұлу ұл қыздар болыпты. 4 қызы. Ол ана өзінің 4 қызының атын қыс, көктем, жаз, күз деп қойыпты. Содан кейін осы кереметтей 4 қызынан ұрпақ тарап, үлкен қызы қыз арыстандай 3 ұл туып, елін қорғайтын, жерін қорғайтын батыр болыпты. Көктем өзінен айнымайтын сұп-сұлу 3 қызы, дүниеге жылулығын беретін, мейірімділігін беретін керемет 3 қыз туыпты. Ал жаз болса, керемет тағы да 3 қыз жайдарлы, күлімдеп жүретін, басқаларға күлкі сыйлайтын 3 қыз дүниеге әкеліпті. Ал күз болса, арысы мол, ынтымақтастық, достықтың белгілесін беретін 3 бала дүниеге әкеліпті. Міне қандай керемет. Осыдан бері осы анадан туған жыл 12 ай 4 мезгіл деген ұрпақ тарап, қазіргі күнде бәріміздің ортамызда өмір сүріп келеді. Міне балалар, бір жыл 12 ай 4 мезгіл деген осылай пайда болыпты. Ендеше сіздерге сәттілік тілейміз, оқыңыздар, тоқыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, сау болыңыздар.